Assalamu алейкум, hürmetli менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерменен имя стилистика бойынша азырақ мағлұмат беріп өтпекшімін. Имя стилистикада 4 психотип бар: романтика, классика, драма һәм спорт. Мен бүгін сіздерге классика психотипі бойынша азырақ мағлұмат беріп өтпекшімін. Мәселен, адам ішкі характері менен сыртқы характерін бірлестірген халда жүз түзілістерімізге қарап, адамның қандай психотипке кіретұғылығын анықтасақ болады. Мәселен, мен мынаны аял қызымыз деп алатын болсақ, бұл қыз келіншегіміздің психотипін жүз түзілісіне қарап, һәмде қолымдағы тестілер жәрдемінде бұл қызымыздың психотипі классика психотипі кіргенлігі үшін мен бұл қызымызға классика стильде өзіне емес, қауметіне емес көйлекті тігіп бердім. Һәмде бұл қызымыздың партикуларының жәрдемінде жүз түзілісінің реңіне мас келетінін анықтап, бұл қызымызға салқын реңдер мас келетұғылығын анықтадым. Һәмде бұл қызымыздың психотипі классика болғанлығы үшін бұл қызымызға классика көйлек тігіп, һәмде бұл қызымыздың фигурасын анықтағанымда, тестілерім жәрдемінде фигурасын анықтағанымда, бұл қызымыздың фигура қаумет түрі тескері үшбұршектік қауметке кіретұғылығын анықтап, соған мәсалда қауметіне маслап киімін тігіп бердім. Егер де сіздерді осындай психотипіңізді білгіңіз келсе, хабарласып білуіңізге болады. Мәселен, мына қызымызды классика кіретұғылығы постоянно бірақ бір классикада жүре берсе де һәм зерікерлі болып қалады. Сол үшін мен бұл қызымызды романтика стилінен кіргізіп, азырақ аксессуарларменен байытып стилін жаратсаңыз да болады. Мәселен, әркімнің психотипі әрқилы болғанлығы үшін, оны мәселен білмей тұрып, реңін білмей тұрып, киім алып, сарпылап, ысырапшылыққа жол қоймай, психотиптеріңізді анықтатып кисеңіздер, ысырап болмайды, һәмде гозал сұлу стиліңізді жаратып жүресіз.